Сәлем мен болашақ миллионерлерім, сәлем менің арнамның сүйікті менің көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей мен Сакен Сабина ханым, тендерлік алаңдарда 8 жылдық тәжірибесі бар жалғыз басты ана. Бүгінгі біз өте сондай күшті тақырыпты талқылаймыз, бұл қорқыныш. Көп жағдайда мен естимін да, мен тендермен айналысқым келеді, тендерден пайда тапқым келеді. Кез келген тендерді парасыз, танысыз, көкесіз ұтып алғым келеді, бірақ мен қорқамын. Негізі қорқыныш өте дұрыс сезім. Сіздерде де мүмкін қорқыныш болып жатқан шығар. Шынымды айтайын, мен тендерге қатысқан кезде, алғашқы заявкамды берген кезде мен өте қатты қорқтым. Мен 48 сағат ұйықтай алмадым. Мына қорқыныштан менің қол аяғым дірілдеп, мына тамағым құрғап, мені екі түн мүлдем ұйықтаған жоқпын. 48 ұйқысыз сағат өткіздім. Мен қорқтым. Менің біріншіден ойладым, тендерге қатысу үшін бір миллиондаған қаражат керек шығар. Тендерге қатысу үшін біреудің бір дәулетті бір олигархтың туысы болуың керексің, болмаса сенің бір туысың депутат, болмаса министр, кем дегенде бір әкім болу керек деп ойлайтынмын. Содан кейін мен ойлайтын, тендерді ұту үшін міндетті түрде пара беру керек шығар деп, сонымен ойланып жататын. Жарайды. Тендерді мәселен мен заявка бердім, парасыз, танысыз, көкесіз ұтып алдым. Заказчик мен кейін қыратын шығар. Қырмаған жағдайда хотя бы ақшамды төлемейді деп ойлайтын. Қатты қорқтым. Қорқынышымды сөзбен жеткізе алмаймын. Ал енді дәл қазір бірге қорқыныш сезімін талдайық. Сіз неден қорқасыз? Комментарийге жазыңыз. Мен сіздерге уақыт берейін. Ойланыңыз. Неден сіз қорқасыз? Тендерге қатысты болмауы да мүмкін. Біреу жыланнан қорқам дейді, біреу биіктіктен қорқам дейді, біреу ойбай мен жақын адамдарды жоғалтқым келмейді, содан қорқам дейді. Әр адамның қорқыныштары әртүрлі. Бірақ кез келген қорқынышты талдайтын болсақ, бұл түбінде белгісіздік жатыр. Мәселен, сіз биіктіктен қорқасыз. Ал парашюттан секірсеңіз, сіз білмейсіз ғой. Мүмкін сіз үшін бұл кайф болатын шығар. Жыланнан қорқатын адамдар, сіз жыланды мойныңызға іліп көрдіңіз ба? Жоқ. Ал мүмкін сізге ұнайтын шығар, сіз білмейсіз ғой. Қорқыныш бізді шектейді. Қорқыныш. Мәселен, кез келген қорқынышты талдайтын болсақ. Ал енді қараңызшы, баланы қарайтын болсақ, бала алғашқы қадамдарын жасаған кезде бір құлағаннан қорықпайды. Бір құласа тағы да көтеріліп жүре береді деген сияқты, Қорқыныш сезімі жоқ балада. Қорқыныш бұл біздің миымызға, біздің ата-анамызбен, болмаса қоғаммен, болмаса мұғалім, енді әркім әртүрлі туысқандармен жақта миымызға құйып қойған шектеулер. Бұл қорқыныш. Қорыққан дұрыс. Сұрақ. Сіз дүкенге барып нан алудан қорқасыз ба? Әрине жоқ. Себебі сіз дүкенге дейін жол қалай өтетінін білесіз. Сіз дүкенге келіп ақшаны берсеңіз, сізге нақты нан беретінін білесіз. Және де бұл нанмен үйге баратын жолды білесіз. Ал тендерден пайда табу, кез келген тендерді заң аясында парасыз, танысыз, көкесіз ұту, бұл сіз үшін белгісіз нәрсе. Сондықтан да сіз қорқасыз. И это нормально. Себебі мен де кезінде қорқам. Бірақ бұл қорқынышты мен жеңе білдім. Және де мен сіздерге гарантия берем. Кез келген тендерді парасыз, танысыз, көкесіз ұтып алуға болады. Заказчик айдаһар емес, сізді жеп қоймайды, қырмайды. Ақшаңызды заң аясында, егер сіз өзіңізге алған міндеттемелерді орындасаңыз, заң аясында 30 күннің ішінде төлейді. Бірақ практика жүзінде ақша 7 күннің ішінде где-то түседі. Сондықтан да қорықпаңыз. Өзіңіздің қаржылық тәуелсіздігіңізге қадам жасаңыз, әрекет жасаңыз. Себебі әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке, достар. Ал енді қорқынышқа қатысты сізде қандай да бір сұрақ қалса, мына комментарийге жазып кетіңіз. Және де өзіңіз жазыңызшы, маған өте қызық. Сіз неден қорқасыз? Неге сіз әлі күнге дейін тендерден пайда тауып отырған жоқсыз? Осы қандай қорқынышыңыз бар? Шын жауап жазыңызшы, мен күтем. Және де сіздің сұрағыңызға міндетті түрде жауап беретін болам.
Ал егер де бұл видео сіз үшін пайдалы болған болса, онда колокольчикке басыңыз, біздің арнамызға жазылыңыз. Себебі бұл арнада біз тендерге қатысты әлі көп маңызды, пайдалы тақырыптар талқылайтын боламыз. Кездескенше сау саламатта болыңыз, әрекет жасаңыз. Әрекет түбі нәтиже, нәтиже түбі береке. Кездескенше.